Ассалаумағалейкум ағайындар. Мен бүгін сіздерге құлпынай клубника көшетін, яғни расадасын қалай отырғызу жайлы көрсетемін. Одан алдын сіздер Жомарт Бау-бақша каналына подписация бөліміне өтіп, каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Кеттік. Достар, енді мен мына жерге клубника көшетін қалай отырғызуды көрсетемін. Бұл клубника деген бір жақсы жеміс. Оны енді бұл клубниканың жемісін жаман көретін адам жоқ шығар. Бұл енді клубниканың бір ерекшелігі, бұл басқа көшеттер сияқты емес, тез алып кетеді. Мына жеріңіз кішкене ылғалы мол, жақсы болса, бұл тез алып, тез дамып кететін жемістердің бірі. Енді мынау алдын ала дайындалған жер, мына жартысына егілген, енді мына жағына егеміз. Бұл клубниканы егу үшін сіз алдын ала дайындап алғаныңыз дұрыс. Бұл клубника жемісі мол ылғалды, сосын жаңағы шіріген көңі бар топырақты жақсы көреді. Шіріген көңі мол топырақтарды бұл жақсы көреді. Құнарлы жерлерді жақсы көреді. Соның үшін бұл клубникаға алдын ала дайындап алғаныңыз жөн. Мысалға күзде жерге көңді төгіп, аударып, суарып, көктемде еге берсеңіз болады. Егер ондай дайын жеріңіз болмаса, мысалға жерді мынандай қылып кішкене ойын қарап, шіріген жылдаған көң болса, бетіне 4-5 сантиметр қылып жайып, аударып, бір-екі рет суарып жіберіп, еге берсеңіз болады. Бірақ шіріген көң жылдаған, 2-3 жылдаған шіріген болу керек. Жаңа свежий көң болмайды. Клубниканы егіп көрсетемін. Мынау мінекей клубника көшеті. Осының тамыры емін-еркін жататындай қылып жерді шұқимыз мінекей достар. Мына қатар клубника егілген түзу болып, бір где-то 30-40 сантиметрдей тастаймын да, екінші клубниканың қатарын тіге беремін. Мінекей достар, ішіне тамырын емін-еркін жататын қылып жайғастырамыз. Көріп тұрғаныңыздай, бұл мына топырақ құнарлы, көңі мол, алдын ала дайындалған жер. Клубника өзі құнарлы жерді жақсы көреді. Сосын Маңғыстаудың ыссы болғасын ба, көлеңкелі жерлерді жақсы көреді. Екіншісінде егеміз мінекей достар. Клубника тамыры мол жататын қылып жерді шұқимыз, қазып аламыз. Жұмсақ. Мынау алдын ала дайындалған, суғардық, ызғары мол. Осылай отырғыза береміз достар. Мінекей жан-жағын көміп тегістеп. Үшіншісін егеміз достар. Клубникалар бір жақсы жері, клубника тез алып кетеді осындай отырғызғаннан кейін. Сосын жаз бойы жеміс бере береді. Кішкене шілдеде күн қатты ысыған кездері кішкене тоқтауы мүмкін жеміс беру. Сосын ары қарай август айларына қарай қайтадан бұл жеміс беріп бара береді. Жақсылап қарап, уақытында суын беріп, витаминдер беріп тұрсаңыз, бұл клубника жаз бойы жемістін тоқтатпай береді. Жақсы жемістердің түрі, адамға да өте пайдалы. Жемістердің бірі бәріңіз білесіңдер клубникаларды. Мінекей достар, осылай клубникаларды отырғыза бересіңіздер. Достар, Жомарт Бау-бақша каналына жазылыңыздар, тіркеліңіздер. Лайк басып, комментарий жазып, каналға қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Бұл клубникаларды ары қарай қалай витаминдер беріп, қалай тәрбиесін беруін ары қарай жұмыс барысында видеоға түсіріп салып отырамын достар. Каналға жазылыңыздар, видеоларды өткізіп алмаңыздар достар. Мінекей осылай тамыры еркін жататын қылып жерді қазып алып, осылай міне отырғыза береміз. Бұл клубниканы отырғызғанда кешкі уақытта отырғызған дұрыс. Кешкі таңға дейін жаңа тамыры жерге бейімделіп, таңға дейін жақсы болып тұрады. Таңертеңгі уақыт отырғызбаған дұрыс. Кешке отырғызған жақсы болады. Достар, осылай міне. Тағы да айта кетейін достар. Достар, тағы да айта кететін бір не бар. Мына біреулер видеоларымның астында комментарийларға жазып отырған екен.
витаминдер, компост, жаңағы органикалық тыңайтқыштар жайлы. Оларды мына ала көктемнен бастап бере берсек бола ма, зиян емес па деп. Мысалға, мынау шабдалы ағашы, міне мынау гүлі. Міне гүлдерін түсіріп, уже түйіп жатыр. Міне қанша. Бұл енді шабдалы ағашы, мына гүлдерді ұстап қалу үшін бұл шабдалыға күш керек. Мынаның енді 100% болмаса 70, болмаса да 70% ұстап қалу үшін бұл шабдалыға күш керек. Ол жердің құны аз болса, мыналардың ешқайсысын ол ұстап қала алмайды. Где-то 4-5% қалуы мүмкін қалса. Соның үшін бұларға тыңайтқыштарды, жаңа органикалық, минералды тыңайтқыштарды беріп отыруымыз керек. Мына жемістерін ұстап қалу үшін және сапалы уақытында пісу үшін бізге минералды органикалық тыңайтқыштарды міндетті түрде беріп баруымыз керек. Жаңа біреулер сұрап жатыр екен, ала көктемнен бере берсек бола ма деп. Даже гүлдемей тұрып беру керек. Міне осындай жемістерді сақтап қалу үшін, бұлардың бәрін азықтандыру үшін мына ағашқа күш керек. Ол күшті жерден алады. Жерге біз дер кезінде минералды органикалық тыңайтқыштарды беріп отыруымыз шарт, міндетті түрде достар. Мінекей көргеніңізде қанша жемістер бар, осылардың бәрін ұстап қалу үшін бұл ағашқа күш керек. Соның үшін біз бұларға көктемнен бастап, ерте көктемнен бастап, гүлдемей тұрғаннан бастап тыңайтқыштарды беруіміз қажет достар. Қараңыздар. Біреулер айтып жатады, жемістер аз, жаңағыдай пісіп қалып жатыр деп піспей тұрып. Мінекей, ол сіз ертең күннің жылығанын 1-2 айды күтіп отырсаңыз, мыналардың бәрі түсіп қалады, сосын жеміс жоқ. Аз деп отырасыз. Осы бастан дер кезінде жеміс ағаштарына витаминдерді беріп отыруымыз қажет достар. Жомарт Бау-бақша каналына жазылыңыздар достар. Келесі видеоларымызды өткізіп алмаңыздар. Лайк басып, комментарий жазып, қолдау білдіріп отырыңыздар ағайындар. Аман сау болыңыздар.